Сәлеметсің бе, құрметті көрермен, өнер сүйер қауым және домбыра аспабын меңгерем деушілер, қош келдіңіздер. Бүгінгі үшінші сабағымыз халық күйі, кеңес күйін жалғастырамыз. Здравствуйте, уважаемые зрители, ученики, которые хотят научиться играть на домбре. Хотелось бы сказать пару таких приемов, обучения игре на домбре. То есть, когда вы занимаетесь, когда мы вот сейчас будем обучаться, каждое предложение, каждая часть, советую вам ее повторять по нескольку раз, и таким образом вы сможете побыстрее выучить, повторяя несколько раз, то есть не сначала до конца, а именно по частям. Домбыра аспабын тез меңгерем десеңіздер, айтылған барлық қолды қалай ұстау керек, қалай қағыстарды төмен жоғары қандай саусақпен алу керек екен бәрін мұқият тыңдап орындасаңыздар, және де бірнеше рет қайталап бір бөлімді бірнеше бөліктерге бөліп, соны меңгерем десеңіздер, оны бөліктерге бөліп бірнеше рет қайталау керек. Сондықтан сөйтіп дайындалсаңыздар, тез меңгере аласыздар. Яғни оны бір-екі рет қана емес, жаттағанша бір 20 рет болсын, одан көп болса да қайталасаңыздар болады. Сонда тез жатталады, және де оны көп уақытқа дейін ұмытпайсыздар. Бір-екі бөлігін сіздер қайталап, одан кейін қосып, бірінші бөлім, екінші бөлім қосып ойнасаңыздар, тез меңгересіздер. Менің сабақтарым сіздерге қызықты болса, өте қуанышты. Егер өздеріңіздің өздеріңіздің пожеланияларыңыз болса, маған осында жазуға болады, астына міндетті түрде оны ескереміз. Ендеше қазір халық күйі кеңесті басынан аяғына дейін ойнап шығайын, одан кейін жалғастырамыз. Осы жерден тоқтайын. Енді келесі біздің екінші бөліміміз. Бұл осы бірінші бөлім, оны біз бірінші және екінші сабақта өттік. Енді бүгінгі сабақта екінші бөлімді өтейік. Енді екінші бөлім ол бірінші бөлімнің қайталауы, бірақ басқа нотадан басталады. Ол не дегеніміз? Мысалы, бірінші бөлімінде егер біз өздеріңіз міне көріп тұрғандай, домбыраның үстінде мойнында, яғни нүктелері бар екен. Мысалы, бағана біз кеңес күйін осы екінші нүктеден бастадық. Яғни міне бас бармақты басып, осы жерден бастадық. Енді екінші бөлім ол бізде төртінші нүктеден басталады. Оны біз до нотасы деп айтамыз. Сіздерге ол 10-шы перне болады. Үстіңгі ішектің 10-шы пернесін қайтадан бірінші бөлімдегідей бас бармақпен басамыз. Дәл солай бір төмен және лига болады. Қазір екінші бөлімді толық ойнап шығайын.
байқаған шығарсыздар, яғни біздің осы екінші бөлімдегі темаларымыз бірінші бөлімге ұқсас екен. Дәл солай, сондай тақырып дәл солай жүреді, сондай тек қана басқа нотадан екен, е? Енді сіздерге көрсетіп жіберейін оның бәрін. Өздеріңіз қарап отырыңыздар. Яғни 10-шы пернеге бас пармақпен басамыз. Дәл солай екі төмен лига, сосын төмен жоғары, төмен жоғары. Не забываем, перне, қағыз, когда мы берем, играем, то есть вниз, это вот указательный палец, вот этим местом, да, а вверх играем вот этим вот ногтем. Именно, то есть не кожей задеваем, а ногтевой пластиной, да? Ну, вниз точно так же, вот. Видите? Вверх. Вот. Теперь смотрите, лига, да, мы говорили. То есть это бір қағыспен, вот это вот то, что мы потянули, это называется лига. Два раза играем, да? Раз, два, затем у нас низ, вверх, низ, лига. Еще раз повторю. Вниз, лига, вниз, лига, потом вниз, вверх, вниз, лига. Это мы играем один раз. Бір рет қана ойнаймыз. Содан кейін бас пармақ орнында қалады, төменгі шекте, яғни 9-шы пернеге бірінші саусақпен басамыз. Қайтадан төмен болады. Төмен, лига, төмен, лига. Міне. Төмен, лига. Сосын қайтадан осы орнында қалады бірінші саусақ және бас пармақ. Төмен, сосын 4-ші саусақты біз 12-ші пернеге қоямыз, яғни 5-ші нүктеге төменгі шектен. 5-ші нүктені көріп тұрсыздар. Сосын біріншісін бір, сосын 4-ші саусақты 5-ші нүктеге төменгі шекке қоямыз. Төмен, сосын 2-ші саусақпен қарама-қарсы бас пармаққа қоямыз да жоғары ойнаймыз. Сосын 7-ші пернеге 1-ші саусақпен. Сонда былай болады. Төмен, лига, төмен, лига. Сосын төмен, 4-ші саусақ, 2-ші саусақ, 7-ші пернеге. Көрдіңіздер, қайттан қайталайық. Одан кейін қайттан осы позицияға көшеміз. Бас пармақ 5-ші нүктеге, яғни 10-ші пернеге, 9-ші пернеге 1-ші саусақпен. Сосын былай болады, қараңыздар. Төмен, төмен, 2-ші саусақ, сосын жоғары, қайттан 1-ші саусақ. Тағы көрсем. Көрсетейін. Сосын 1-ші саусақ, 1-ші темасы кетті. Қайтан, төмен, лига, төмен, лига. Как проигрыш, да? Келесі біздің темамыз ол бірінші бөліміндегідей қайталанады. Енді қараңыздар, бас пармақты біз үстіңгі шектің 12-ші пернесіне қоямыз, яғни 5-ші нүктеге. Мінекей, қарап шығыңыздар, 1, 2, 3, 4, 5. Егер әр пернені санасақ, ол 12-ші перне болады. Нүктені санасақ, тек қана нүктелерді санасақ, ол 5-ші нүкте болады. Енді қараңыздар, бас пармақты қойдық. 5-ші нүкте деп айтайық. 1-ші саусақты біз төменгі шектің 4-ші
нүктесіне қоямыз, иә. Сонда міне қойып алдық, міне көріп тұрсыздар, иә. Енді қараңыздар, тезірек болады. Төмен, жоғары, төмен. Міне, төмен, сосын 2 жоғары. Сосын қайтадан төмен, сосын енді біз төменгі шектің 6-шы нүктесіне 4-ші саусақпен көшеміз. Міне. Тағы да көрсетіп қояйын. Төмен, сосын бізде бұл 6-шы перне болды, иә? 6-шы нүкте. Сосын 2-ші саусақ бас бармаққа қарама-қарсы. Сосын 1-ші. Сосын 1-ші бағанағы позицияға қайттан көшеміз деп, бас бармақ 5-ші нүктеге, 1-ші саусақ 9-ші пернеге. 1-ші, 4-ші, 4-ші, 1-ші саусақ. 1, 4, 4, 1. Түсінікті деп ойлаймын. Әр бөлімді сіздерге, әр саусақты айтып отырмын, сіздерге толық түсінсін деп, сондықтан әр қағысқа, әр пернеге солай көңіл бөліп жатқаным. Сондықтан енді осы 2-шісін қайталап шығайын. Енді бағанағы 1-шісімен қосайын. Осылай болады. Келесі бізде 2-ші саусақ, оны біз бас бармақты, яғни үстіңгі шекте 5-ші нүктеге қоямыз. 2-ші саусақты төменгі шекте қарама-қарсы. Не бұлай болады, қараңыздар. Жоғары, жоғары. 4-ке де санауға болады, мысалы 1, 2, 3, 4. 4-ші саусақты қойдық, иә? Тағы да қайталайым. Сосын бір пернеге төмен түсеміз. Осы 4-ші саусақпен, иә? Төмен. Сосын қайтадан ораламыз, 2-ші саусақ қарама-қарсы бас бармаққа, төмен. Сосын 4-ші саусақты. Сонда осылай болады. Жылжыдық. 2 төмен, 2 жоғары. 4-ке санауға болады. Мысалы, қараңыздар. 1, 2, 1 дегенге 2 қағыс болады. 1, 2, 3, 4. Сосын 1, 2, 3, 4. 1, 2-ге төмен, 3, 4-ке жоғары болады. Сонда, иә? Қайттан 1-ші позицияға көшемізде. То же самое. 1, 2, 3, 4. Енді қайталап шығайық. 1-шісі, 2-шісі, 3-шісі. Енді бұл бізде 2-ші бөлім болды. Енді біз қайттан 1-ші бөлімге ораламыз. Оны қайталау деп айтуға болады. Сонда бізде 1-ші бөлім, 2-ші бөлім және қайталау болады. Қараңыздар. Міне біз 2-ші бөлімді ойнап болдықта, енді бас бармақты 3-ші нүктеге қоямыз. 2-ші саусақты қарама-қарсы қоямыз да, 1-ші бөлімдегі 3-ші тақырыбын қайталаймыз. Ол былай болады. Бір рет қана қайталаймыз.
қайталаймыз. Ең біріншіден алғашынан бастап, иә? Енді осында біз бірден екінші пернеге көшеміз. Қайталауда осылай болады. Деп күйімізді аяқтаймыз. Сіздерге толық түсінікті болу үшін сіздерге басынан аяғына дейін асықпай ойнап көрсетейін. Бірінші бөлім кетті. Ой, кешіріңіздер, қолымнан шығып кетіпті. Күйіміз бітеді. Өзіңіз көріп тұрғандай күйіміз сондай қиын емес. Бұл өте жақсы қағыстарды меңгеру үшін, төмен жоғары қағыстарды меңгеру үшін, осы сол қолымыздың саусақтарын анық басу, төменгі шекте осы саусақтарымызды бәрін жаттықтыру, сондай қиын темалары жоқ. Бірақ саусағымыз тез домбырада үйрену үшін сондай лайықталған күй деп ойлаймын. Өте сондай керемет күй. Сіздерге түсінікті деп үміттенемін. Егер өздеріңіздің бір нұсқауларыңыз болса, міндетті түрде оның бәрін ескеремін. Рахмет, сау болыңыздар. Келесі кездескенше.